Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге қазақ тілі 2-ші сынып 1-ші бөлімнен 4-ші сабақты түсіндіретін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Бүгінгі тақырыпта у дыбысын дауысты және дауыссыз болып айтылуы. 13-ші жаттығуда 2 кесте берілген, өздерде сөздерді оқы деген екен. Бірінші кестеде дауысты у, сурет, елу, сусын, шуақ. Екінші кестеде дауыссыз у, дәуіт, егеу, әуен, бауырмал, уық. Сөздердегі у дыбысының қандай жағдайда дауысты, қандай жағдайда дауыссыз болатыны туралы топта қорытынды жасап көр. Жасаған қорытынды төмендегі мәліметпен салыстыр. Дауыстыдан соң және сөз басында дауыстыдан бұрын келген у дыбысы дауыссыз болады. Мысалы, әуежай, уақыт, сәуле. Дауыссыздан соң және сөз басында дауыссыздан бұрын келген у дыбысы дауысты болады. Мысалы, сусын, елу, улап, шулап. 13-ші жаттығуымызда тапсырма жұрттық жұмыс ретінде берілген у дыбысы дауыстыдан соң және сөз басында дауыссыздан бұрын келсе дауыссыз болады. У дыбысы дауыссыздан соң және сөз басында дауыссыздан бұрын келсе ол дауысты болып келеді. 14-ші жаттығуымызда мәтінді түсініп оқы деген Сәуле өздерін сияқты 2-ші сынып оқушысы. Ол сәнді киінгені ұнатады. Әсіресе қуыршағына түрлі киім таңдап әдемі киіндіргенді жақсы көреді. Бүгін қуыршағына қазақтың ұлттық киімін кигізбекші, бірақ бас киім таңдауда қатты қиналды. Ол ойлана келіп, қуыршағына не кигізді? Сәуле қуыршағына қандай ұлттық бас киімді кигізді? Болжап көр. 4 сурет берілген, мәтіні у дыбысы бар сөздерді теріп жазу керек. Олардың қайсысы дауысты, қайсысы дауыссыз екенін жазу керек. Тапсырма ойлан. Сәуле қуыршағына сәукеле кигізді. Ал тапсырма жаз деген дауысты у дыбысы оқушы қуыршақ, дауысты у дыбысы сәуле, таңдау сәукеле болды. 15-ші жаттығуымызда мәтіннен у дыбысы бар сөйлемдерді көшіріп жаз. Дауысты у дыбысының астын 1, дауыссыз у дыбысының астын 2 реттен сыз. Бұйымдарды кестемен әшекейлеу ұлттық қолөнердің бір түрі. Қазақ халқының кесте тігу өнері алуан түрлі. Солардың бірі кестемен қамзол, белдемше, тақияны безендіру. Мұндай өнерге қыздардың кішкентай кезінен бастап үйретеді. Өзінің ұнайтын ою-өрнекті жасап көр дейді. Бұйымдарды кестемен әшекейлеу ұлттық қолөнердің бір түрі. Қазақ халқының кесте тігу өнері алуан түрлі. Солардың бірі кестемен қамзол, белдемше, тақияны безендіру деп жазып аламыз. 16-ші жаттығуымызда кестені тиісті сөздермен толықтырып жаз деген. Дауысты у, дауыссыз у. Толықтырып жазуды сіздерге осылай түсіндірдім. Дауысты уда сурет, сусын, елу, улы, безендіру оқушы. Дауыссыз у дыбыста дәуіт, егеу, әуен, әуежай, сәукеле, тауық болып сіздерге көрсетіп отырмын. Көп рахмет.